Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз оңтүстік кореялық кальмар ойыны атты хикаяның екінші маусымына шолу жасаймыз. Бірінші маусымын сипаттамадағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Онымен қатар барлық жаңалықтардан құр қалмай алдағы шолудың қандай болатынына ықпал тигізгіңіз келсе, Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал біз жақында ғана жарыққа шыққан кереметтей сериалға шолуды бастаймыз. Бірінші бөлім. Хикая бірінші маусым аяқталған жерден басталады. Яғни бас кейіпкер Сон Ки Хун әуежайда ұшаққа отырмай кері қайтады. Ол ойын ұйымдастырушылармен сөйлесуде. Ұйымдастырушы оған ұшаққа отырмай кері қайтқаны үшін өкінетінін айтуда. Бірақ ойыннан көрген қорлығынан қатайған Ки Хун ештеңкеден қорықпайды. Ол бар күшін жұмсап, оларды таппақшы. Ер адам жолда әжетхананың біріне кіріп, тыр жалаңаш шешініп, құлағының артқы жағынан жасырылған белгі бергішті тауып, оны кесіп алып тастайды. Ал өз бауыры атып, өлімнен аман қалған детектив Хван Чун Хо ауруханада есін жияды. Оны бауыры, яғни ойын хабарлаушысы Ин Хо өлмесін деп әдейі иығынан атқан еді. Арада 2 жыл өтті. Қазір жігіт жол тәртібін сақтайтын бөлімге ауысқан. Өйткені ойын өтетін жердің барын дәлел болмағандықтан дәлелдей алмаған. Сондықтан жігіт детектив жұмысынан көңілі қалып ауысып кеткен. Эти смертельные игры, про которые ты рассказывал, нужно гораздо больше доказательств, понимаешь? Ты правда не помнишь парня, который в тебя стрелял? Нет. Осы уақыт аралығында Хван Чун Хо бекер жүрмей өзін құтқарған адаммен бірге жұмбақ аралды іздеумен болады. Бұл уақытта Ки Хун бар күшін ойын ұйымдастырушыларын табуға жұмсайды. Алдымен ол ойыншыларды жинайтын жалдаушыны 2 жыл бойы іздеуде. Ол бірінші маусымда өзі қарыз болған баскесер Ким мырзаны жалдаған. Әрине, өте қомақты қаржы ұтқан Ки Хунға ақша пәлендей мәселе емес. Ким мырза да оларды табуға мүдделі. Өйткені өзіне қарыз адамдар шетінен жоғалуда. Если мы найдем негодяя, он обещал заплатить нам еще $1 миллиард. Сколько? Да, миллиард. Что? Солай Ким мырза барлық адамдарын жинап, қаладағы барлық метроны бақылауға көшеді. Олардың іздейтіні 3 белгі бар визитка тарататын, жақсы киінген, қолында чемоданы бар ер адам. Бірақ Хван детективтің аралды іздеуі, Ки Хунның жалдаушыны іздеуі нәтиже бермеуде. Сондай ізденіс күнінің бірінде Ким мырза метродан дәл сол жалдаушының біреумен ойын ойнап жатқанын көреді. Ол Ки Хунның іздеп жүрген адамы шынымен бар екеніне сенер-сенбесін білмей, кейіпкерге хабарласып тапқанын айтады. Ким мен жолдасы ер адамның артына түседі. Олар жалдаушыны бақылай келе, ер адамның қайыршыларға лотерея билеті мен тәтті нан ұсынғанын көреді. Әрине басым көпшілігі лотерея билетін таңдайды. Что он, черт возьми, делает? Зачем выкидывать? У вас был шанс, господин, но вы этот шанс упустили. Вы это сделали? Жалдаушыға асыққан Ки Хунды жолда полиция тоқтатады. Хван Чун Хо айыппұлға жазылған есімді қарап, Сон Ки Хунның есімі таныс екенін аңғарады. Жігіт ол адамнан бірінші маусымда соңына түсіп көмек сұраған болатын. Бұл уақытта Ким мырза жалдаушының соңына еріп аңдумен келеді. Ким мырза Ки Хун келгенше жолдасымен бірігіп жалдаушыны ұстап алмақшы. Бірақ жалдаушы екеуін соққыға жығып, керісінше өздерін ұстайды. Жалдаушы Ким мырза мен жолдасын байлап қойып, орыс рулеткасын ойнайтындарын айтады. Яғни қағаз қайшы тастан жеңілген адам өз бағын сынайды. Бірақ ақыры соңында Ким мырза өз жолдасын аман алып қалу үшін өзін құрбан етеді. Чун Хо бұл уақытта Ки Хунның көлігі тіркелген жерге келіп, осы уақытқа дейін ұйымдастырушылар жайлы жиналған ақпараттарын табады. Біраз уақыттан кейін Ки Хун үйіне қайта келгенде жалдаушының өзін күтіп отырғанын көреді. Бірақ Ки Хунның мақсаты жалдаушы емес, одан жоғары отырғандар. Өзін төмендеткеніне намыстанғандай болған жәрімес жалдаушы бұл жұмысқа қандай күшпен түскенін айтады. Басында ол ойында өлген адамдарды өртеумен айналысқан. Уақыт өте ер адамның қолына қару беріп, бір ойыншыны өлтіруді бұйырған. Ол ойыншы жалдаушының әкесі еді. Ер адам мүдірместен әкесін өлтірген. Бірақ бұндай хикаялармен біраз дүниені көрген Ки Хунды қорқыта алмайсың. Думаете, что раз вы выиграли, вы стали каким-то необыкновенным человеком? Такой, как вы, никогда этого не поймет. Давайте сыграем в игру.
Екеуі орыс рулеткасын ойнамақшы, бірақ бұл жолы шүрікпені басқан сайын олар барабанды айналдырмайды. Демек, ғажайыптың күшімен оқ соңында болса шүрікпені 6-шы мәрте басқан адам өледі. Екеуі кезекпен шүрікпені басуда. 5-ші мәрте шүрікпені басатын кезек Ки-хунға келеді. Мүмкіндік 50-50. Тапанша атылмады. Осы сәтте жалдаушы шүрікпені бір рет басып кейіпкерді өлтіре алар еді. Бірақ Ки-хун ер адамды жоғарыдан қараған күйі өлетін еді. Сондықтан өркөкірек жәрімеш жалдаушы өзін атады. 2-ші бөлім. Ки-хунның үйіне келген Чунхо атыс даусын естіп, қонақ үйге жүгіріп кіріп, тірі қалған Ким мұрзаның досы Усокты байлаулы жатқан жерінен табады. Ки-хун өлі жалдаушының қалтасынан визиткасын іздейді. Ол визитканы тапқан сәтте Чунхо оны ұстап тұтқындайды. Осы сәтте Усок жігітті талдырып тастайды. Кейін байлаулы Чунхо Ки-хунды 2 мәрте көргенін айтады. Детектив Хван өлім аралына бауырын іздеп барған. Бірақ ол кейіпкерге бауыры сол ойынның жүргізушісі екенін айтпайды. Ендігі сәтте Ки-хунның мақсаты ойынды тоқтату. Бірақ жалғыз жүргізушіні өлтіріп ойынды тоқтата алмайды. Ки-хун өзіне көмек бере алатын детективті босатып, өзінің ұтысын көрсетеді. Так вы действительно выиграли в той игре? Это цена жизни тех, кто погиб в этом проклятом аду. Я использую эти деньги, чтобы остановить мерзавцев. Артынша аралдың сарбаздарына қарсы тұруға көмектесетін өте көп қару-жарағын көрсетеді. Ки-хун соғысқа жақсылап дайындалған. Сол арада кейіпкер жақындарын сыртынан бақылап жүреді. Олар досы Санвудың анасы мен Сепьоктың інісі. Ки-хун 1-ші маусымда оларға қомақты қаржы тастап кеткен. Осы арада жаңадан қосылған кейіпкердің бірімен танысамыз. Оның есімі Ноил. Бұл қыз солтүстік Корея әскерінде қызметте жүріп, бастығын атып тастап, кішкене баласын тастап қашуға мәжбүр болған. Енді ол алдыңғы маусымда Себек секілді жақынын оңтүстікке өткізу үшін дәл сол детективке келеді. Бірақ ол оңай шаруа емес. Қыз ақшасының барын жинап, көлікке қонып жүреді. Сондай түннің бірінде оған бір ер адам келіп, домалақ, 3 бұрыш және 4 бұрыш бейнеленген визитканы ештеңке талап етпестен ұстатып кетеді. Артынша детектив Хван Чунхо мен ойын жүргізушісі Хван Инхоның әкелері бір болғанымен аналары бөлек екен анықталады. Чунхо қатты ауырғанда Инхо бір бүйрегін берген. Артынша өзінің әйелі ауырған, бірақ көмектесе алмаған. Ол полицияда жұмыс істеп жүріп, әйеліне көмек беру үшін пара алып, ұсталып, өмірінің астан-кестеңі шыққан. Визитка алған Ноил аниматор жұмысынан шығып кетеді. Осы жұмыста жүріп, ол аққанмен ауыратын бір кішкене қызды жанына жақын тартатын еді. Қыздың еміне әкесі ақша таба алмауда. Ки-хун болса саутысын жұлдыртып, белгі бергіш орнатылған тіс салдырады. Ол ойлаған жоспарын жүзеге асыру үшін машыққан бірнеше адамдарды жалдаған. Ер адам Америкаға қызына баруы керек еді. Бірақ ол ұшаққа отырмастан кері қайтты. Енді ол өзін кінәлі сезінетіндей. Бұл күні Хэллоуин күні еді. Олар түнгі клубқа кіріп жүргізушіні іздейді. Чунхо сыртта отырып бетперде киген ойын сарбаздарының клубқа кіргенін көріп, Ки-хунмен жүрген Усокқа хабарды жеткізеді. Ішке кірген сарбаздардың бірі ақымақ Усокты талдырып тастайды. Ал біреуі Ки-хунды алып кетеді. Қарудың көмегімен ішке кірген Хван детектив кейіпкерді таба алмауда. Сарбаздың соңынан ерген Ки-хун лимузинге отырады. Чунхо мен қалған адамдары ақ лимузиннің соңынан жүріп отырады. Ал Ки-хун көлікте отырып, алтын түстес шошқа мүсіні арқылы жүргізушімен тілдесуде. Кейіпкер одан ойынды тоқтатуын талап еткенде, жүргізуші ойыншылардың барлығы ол жерге өз еріктерімен барғанын атап өтеді. Ойын шынайы өмірдің айнасы. Адамдардың өмір сүру тәртібі өзгермейінше ойын тоқтамайды. Олар солай сөйлесіп отырғанда снайпер Ки-хунның жалдаған адамдарының доңғалағын жарып тастайды. Ал Чунхоның көлігіне орнатылған кішігірім жарылғыш жарылып, соңынан түсуіне мүмкіндік бермейді. Ки-хун бұның барлығын құлаққап арқылы естіп біліп, көлікті тоқтатуды талап етіп, жүргізушіге қарай оқ атады. Бірақ әйнектен оқ өтпейді. Сол себепті Ки-хун сөйлеу тәртібін өзгертіп, ойынды өзгерту үшін ойынға 2-ші мәрте қайтаруын сұрайды. Оған қоса алдыңғы ойынның жеңімпазы ойынға қайтса, бәс тігетін байларға міндетті түрде ұнайды. Жүргізуші ойланып қалғанда, Ки-хун ойынды ойлап тапқан ойылнам секілді жеңілуден қорқасың ба деп жүргізушінің қытымына тиеді. Бұдан кейін жүргізуші келісім беріп, Ки-хунға өмірді өзгертуге мүмкіндік береді. Содан кейін көлік іші ұйықтататын газға толып кейіпкерді есінен тандырады. Ал көліктің алдыңғы әйнегі түскенде жүргізушінің осы көлікте екенін көреміз. Игрок 456. Добро пожаловать в игру.
Жер сипап қалған детектив Хван болса, командасына Б жоспарын іске қосатындарын айтады. Ноэль болса, визиткадағы номерге хабарласып, ойынға қатысуға ниеті барын айтады. Қыз ойын ұйымдастырушыларының айтқан жеріне келеді. Үшінші бөлім. Детектив Хван бастаған топ Кихонның тісіне орнатылған белгі бергіштің бағыттап тұрған жеріне келеді. Олар бір аралға келіп, белгі бергішті бір балықшының қорабынан табады. Ойын ұйымдастырушылар Кихонның тісіндегі белгі бергішті тауып алған. Бас кейіпкер бұл уақытта дәл сол баяғы бәрімізге таныс жерде оянады. Оның номері бұрынғыша 456. Хабарлаушы барлық жаңадан келгендерге 6 күнде 6 ойын ойнап қомақты қаржы ұта алатындарын айтады. Әрине ойыншылардың барлығы дерлік өте қомақты қаржыға қарызға кіргендер. Бірақ бірінші маусымнан бұл жердің ережесінде өзгеріс бар. Әр ойыннан кейін ойыншылар ойынды тоқтату немесе жалғастыруға дауыс береді. Көпшілік тоқтатуға дауыс берсе, ұтыс барлық ойыншыларға теңдей бөлініп, ойын осы жерден тоқтатылады. Бұл жолы ойыншылар құрамы да ерекше еді. Өйткені ойыншылар арасында анасы мен баласы бар. Оған қоса 230 номерлі рэпер Нарико Танос бар. Ол 33 номерлі блогерге сеніп барлық ақшасынан айырылған. Бұл жігітте тақырға отырғандықтан ойынға қатысуда. Онымен қатар бұл жерде оның бұрынғы қызы аяғы ауыр Ким. Ең көп қарызға кірген ақ шашты аузы жабылмайтын ер адам 47 номерлі көріпкел сымақ, 120 номерлі қыз теке бар. Солай барлық ойыншылар тіз қатар тізіліп келісім шартқа қол қояды. Артынша ойыншылар біртіндеп суретке түскеннен кейін Кихон бірінші маусымда бірге ат жарысына бәс тігіп жүрген досын кездестіреді. Өйткені ол қарызға белшесінен батып, әйелімен айырылысып қызын жоғалтқан. Кейіпкер оған жанынан бір елі кетпеуін бұйыра сөйлейді. Ойыншылар алаңға шығады. Дәл сол бірінші маусымдағы бірінші ойын. Тыныш жүрсең ұзаққа барасың. Бірінші маусымдағы қуыршақ. Кейіпкер бірден алдыға шығып, бұл ойын баланың емес, өліммен ойнау екенін айтады. Бірақ ешкім оған сенетін емес. Ойын басталды. Қатысушылар 5 минут ішінде қызыл сызықты кесіп өтулері керек. Ойын бастала сала Кихон дирижерлік жасауда. Қуыршақ бірнеше мәрте артқа бұрылғанда Кихонның арқасында ешкім қозғалып қоймайды. Бірақ бірінші болып мойнына ара қонған қыз шығады. Әрине бұл сұмдықты бірінші мәрте көрген ойыншылардың көбі қашуға тырысады. Снайперлер аяусыз қыруда. Олардың арасында қызын жоғалтқан Ноэль бар. Бұдан кейін ешкімнің алға қозғалғысы келмейді. Кихон қайта алға шығып, қызыл сызықты уақытында кесіп үлгермегендер ойыннан шығатындарын айтады. Ноэль ешкімді аямай мүдірместен қозғалғандарын атуда. Бірақ ол 246 ойыншыны өлтірмейді. Өйткені ол дәл сол аққанмен ауыратын қыздың әкесі еді. Ал тып-тыныш тұрған ойыншыларды дәріге тойған рэпер ойыннан шығарады. Кихон біріншілер қатарында болып сызықтан өтсе де, артқа қайтып қыз текемен бірігіп бір ер адамды құтқарады. Бірақ ол ойыннан шыққандықтан өлтіріледі. Ойын аяқталды. Алдыңғы маусымға қарағанда бұл жолы бірінші ойыннан кейін көп адам тірі қалды. Әрине Кихонның арқасында. Хабарлаушы ойыншыларға шығып дауыс беретін уақыт келді. Бірақ алдымен шыққан ойыншылардың санына қарай 30 көлемін көрсетейік дейді. Әр ойыншы шыққан сайын 100 миллион вон ұтысқа қосылады. Егер дауыс беру нәтижесінде көбі ойынды тоқтатуды қаласа, 30 барлығына тең бөлінеді. Хабарламаны естігеннен кейін ойыннан шыққысы келген ойыншылар ойланып қалады. Дауыс беру кері санмен жүреді. Әрине кейіпкер тоқтатуды таңдайды. Нәтижесінде жалғастыру керек дейтіндер көбейе бастағанда, Кихон бұның баланың ойын еместігін айтып, тоқтатпаса барлығы өлетіндерін жеткізеді. Әрине олар барлығын сен қайдан білдің, сенің кесіріңнен біз дірілдеп өліп қала жаздадық деп шая бастайды. Кихонға бұл ойынды бұрын ойнағанын айтуға тура келеді. Говорю, что я уже играл в них! Поэтому я все знал про первую игру. И все те, кто со мной тогда играл, погибли все до единого. То есть ты был единственным финалистом? Я единственный дошел до финала. Олар кейіпкердің алдыңғы ойында жеңгенін естіп қуана кетеді. Өйткені ол ойынның барлық шарттарын біледі. Демек оның көмегімен жеңуге болады. Біреу өлмесе бірақ ақша көбеймейді. Кихонның бұл талпынысын қызыл киімділер тоқтатып, енді ешкім дауыс берушілерге кедергі келтірмеу керек деп ескертеді. Нәтижесінде топ қақ екіге бөлінеді. Соңғы ойыншы қалды. Бірінші номерлі ойыншы.
Алдыңғы маусымда бірінші номерлі ойыншы, ойын ұйымдастырушы Шал ойылынан болған. Бұл жолы хабарлаушы Хван Инхо болады. Әрине, оны Ки-хун танымайтын. 4-ші бөлім. Ойыншылар ойынды жалғастыратын болғандықтан бас тартқандар мен қоштағандарға арнайылап кеуделеріне белгі салған. Өз рөлін сомдап жүрген жүргізуші және бір топ адамдар кейіпкерден келесі ойынның қандай болатынын сұрайды. Ки-хун оларға екінші ойын тәттіден өрнек ою керектігін айтып береді, бірақ бәрі оңай ою таңдай алмайды. Сондықтан Ақбас шал бұны өз араларында қалдыруды ұсынады. Бірақ Ки-хун келесі ойын дәл сондай болса барлығына айтып бермекші. Бұйрабас жігіттің анасы бұрын дәрігер болғандықтан іші ауырған қыздың жүкті екенін аңғарған. Бұл қыз криптовалюта блогеріне алданған екен. Оның кесірінен ақшасынан айырылған Танос та жігітті соққыға жыққанда жүргізуші бұл жерде кімнің номер бірінші екенін көрсетеді. Түнде Хван Инхо кейіпкермен сыр алмасып бұл жерге ауру әйелін құтқару үшін келгенін айтады. Ақша керек болғандықтан полиция қызметкері пара алып, ұсталып тақырға отырған. Әрине оның айтып отырған оқиғасы шындық, бірақ бұл оқиғаның болғанына көп жылдар өткен. Артынша сарбаздардың бірінші маусымдағыдай өлгендердің мүшелерін алып сататындар анықталады. Бірақ оларға сау мүше алу үшін адам бірден өлмей тек жарақат алу керек. Бұл жолы олар олжаға кенеле алмады. Өйткені Нойль ойыннан шыққандарды бірден өлтірген. Сол себепті бұл істің басында тұрған жаңа ойын хабарлаушысы Нойльді өзіне алдыртып көмектескін келмесе кедергі келтірме деп ескертеді. Нойль өлгендердің ағзасын алатынын білгендіктен ойыншыларды аяусыз атқан. Ол онсыз да жарымаған адамдарды өлгеннен кейін де қорлауын қаламайды. Сол себепті Солтүстік Кореядан әскер арасынан аман шыққан әккі жауынгер Нойль кезінде өзін құтқарған басшысымен келіспейді. Хван детектив болса жұмысынан шығып бұрынғы басшылығына сол бір аралды табу керектігін айтады. Бірақ оның ешқандай дәлелі жоқ. Сол себепті полицияға аралды іздеуге негіз табылмайды. Оның үстіне адамдар ауа райының қолайсыздығына байланысты қайықпен өз беттерімен іздей алмауда. Солай екінші ойынның да уақыты келеді. Ойыншылар ойын алаңына шығуда. Ки-хун дәл сол сәтте мүлде басқа ойын болатынын түсінеді. Бұл командалық қазақ ұлттық ойындарынан жарыс. Ойыншылар 5-5-тен бірігулері керек. Ки-хун аяғы ауыр қызға жаны ашып өз тобын алады. Солай ойын шарты таныстырылады. 5 ойыншы аяқтары байлаулы күйі алдыға қадам басып 5 түрлі кішігірім ойындарды ойнайды. Бірінші ойын жалдаушы ойыншыларды таңдағанда ойнататын ойын. Екіншісі асық ату, үшіншісі 5 тас, төртіншісі зырылдақ, ал 5-шісі ләңгі тебу. Әр ойынның өз қиындығы бар. Мысалы асық атудан бірден тигізбесе сақасын қайта алуға уақыт кетеді. Зырылдақ та дәл солай. Олардың ең басты қарсыласы уақыт. Ойыншылар 5 ойынды 5 минут ішінде өтулері керек. Бірінші болып ойынға шыққан 2 топта жеңіледі. Нойль болса жаралы адамдарды бірден ана өмірге аттандырады. 5-ші бөлім. Ойын нәтижесінде Сон Ки-хунмен қатар жоғарыда таныстырып өткен барлық кейіпкерлер тірі қалады. Әрине көп адам ойыннан шығып қалды. Ойыннан шыққандардың ағзасын алуына кедергі келтірген Нойльді бизнес жасап жүргендер қызға енді килікпеуін айтып, соққыға жығып, соңғы ескертулерін жасайды. Бұл бөлімде тірі қалғандар бір-бірлерімен жақын танысып, сырларымен бөліседі. Екінші ойыннан кейін 110 адам ойыннан шыққан. Ойыншылардың көбі алатын ақыларына разы болмайды. Не болса да осы кезде қайта дауыс беру басталады. Бірінші номерден басталған дауыс беру кезінде Инхо ойыннан шығуды таңдайды. Ал Бұйрабас болса анасының сөзін тыңдамай жалғастыруға береді. Өйткені оның қарызы анасы ойлағаннан да көп. Таностың жанындағы жігітте тобындағы жуас жігітті қорқытып жалғастыруға даусын бергізеді. Қыз-текеге де мүшесін ауыстыру үшін көп ақша керек. Сондықтан ол жалғастыруды таңдайды. Көпшілігінің ойынша балалар ойнайтын ойында кез келген адам өте алады. Оған қоса қазіргі 30 көлемі ештеңкені өзгертпейді. Мы сыграем ровно одну игру. Еще одна игра. 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 Дауыс беру нәтижесінде басым көбі жалғастыруды таңдайды. Ки-хунның да досы басында қарсы болған, ал қазір жалғастыруды таңдаған. Кейіпкер досынан қатты көңілі қалады. Түнде Ки-хун сақтық үшін біртіндеп күзетуді ұсынады. Олар досы екеуі сырласуда. Досы кезінде анасының еміне ақша тауып бере алмаған үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол Ки-хунның бұл ойынға неліктен қайта келгенін түсінбейді.
Бас кейіпкер ойынды тоқтату үшін келген еді, бірақ қазір ол ойыннан да күмәнданып, не үшін келгенін түсінбеуде. Барлығының ойында келесі ойыннан аман өтсек болды еді, бірақ оларды алда нағыз тозақ күтіп тұрғанын ешкім білмеді. Ауа райы реттелгеннен кейін Хван Чунхо бастаған топ екіге бөлініп аралды іздеуге шығады. Ал ойын алаңында ауа райы бір қалыпты, себебі үшінші ойынды бастайтын уақыт келді. Ойын ережесі: айналмаға шыққан ойыншыларға құрылғы тоқтаған кезде сан айтылады. Дәл сол сан ретімен бір бөлмеге адамдар кіріп есікті жабулары керек. Мысалы 4 саны айтылса, 4 адам бір бөлмеге кіріп раундтың аяқталғанын күтеді. Егер бөлмеде адам саны асып немесе жетпей қалса, сол бөлмедегілер ойыннан шығады. Егер ойыншы бөлмеге кіріп үлгермей сыртта қалса, ойыннан шығады. 6-шы бөлім. Әуезді әуен мен құрылғы тоқтағанда 10 деген сан айтылады. Солай нағыз қарбалас басталады. Уақыт аяқталғанда есіктер құлыптанып, сыртта қалғандарды сарбаздар атып тастайды. Әр раунд сайын өлім мен өмір үшін күрес жүреді. Қазір бұл жерде әркім тек қара бастары үшін әрекет жасайды. Олай жасамасқа шара жоқ. Тек Ки-хун мен жүргізушінің тобы ақылдасқан күйі ойын ойнайды. Соңғы ойында 126 адам қалды. Есіктер саны 50, реттік сан 2. Нағыз шайқас осы кезде басталады. Адамдар қанша мейірімді болғанымен, жандары бәске тігілген ойында есікті жауып көмек сұрағандарды елемейді. Инхо мен Ки-хунның досы бір бөлмеге кіріп, бір адамның барын көреді. Бөлмеде тек 2 адам болу керек. Сол себепті уақыт аяқталғанша Инхо бөлмедегі артық адамды өлтіріп тастайды. Бұны көрген Ки-хунның досы қатты секем алып қалады. Ойын аяқталды. Енді ойында тек 100 адам бар. Дауыс беру басталады. Алдыңғы дауыс беруден кейін тоқтатқысы келетіндер аз болғанына қарамастан, кейбірінің ойы өзгерген. Нәтижесінде ойыншылар 50-де 50 болып екіге бөлінеді. Бұл дегеніміз ертеңгі күні қайта дауыс беріледі. Чунхо бастаған топ бір аралдан жер асты жолын тауып барлауға кіріседі. Бірақ бұл ойын ұйымдастырушыларының құрған тұзағы еді. Жарылыстан бір адам қаза тауып, екіншісі жараланған. Енді олар өздерін бақылап жүргендерін түсініп, барлық байланыстарын өшіріп, іздеулерін жалғастырады. Кешкі ас кезінде екіге жарылғандар сөзге келіп жанжалдасуда. Ки-хун ойыншыларға темір шанышқыны бергенін аңғарып, қауіпті түсіне бастайды. Ал әжетханада Танос бастаған топ ойынды жалғастырудан бас тартқан адамына тисе бастайды. Жігітті қорғауға блогер жігіт шығады. Осы жерде қарсы топпен жалғастырғысы келетін топ арасында төбелес орын алады. Нәтижесінде блогер жігіт Таностың тамағына сол бір шанышқыны қадайды. 7-ші бөлім. Әжетханада екі жақ ойыншылары қырғын төбелесіп жатқанда, есік сыртында барлығын біліп күзет тұрады. Бірақ олар араласпайды. Нәтижесінде 5 адам мерт болған. Дауыл кезінде Хван детективтің бір адамы сыртқа шығып, капитанның дронды шұқылап отырғанын көреді. Ер адам дронды әдейі сындырып тастаған. Шал өзінің ұсталып қалғанын түсініп, жігітті өлтіріп сыртқа лақтырып жібереді. Капитан Чунхоны құтқарып, әрі қарайғы әрекетіне кедергі келтіруге жалданған жүргізуші Инхоның адамы болуы керек. Ойыншылар қайта санақ жүргізіп көреді. Ойынды жалғастырғысы келетіндерден 3 адам, ал тоқтатқысы келетіндерден 2 адам қаза тапқан. Жататын уақыт келгенде тоқтатқысы келетіндер өздерінің көп екендерін түсініп, ертеңгі дауыс беруде кететіндеріне сенімді болады. Бірақ Ки-хун адамдардың бұндай кезде қандай әрекетке баратындарын біледі. Осы сәтте сарбаздарға қосалқы ойын басталғаны жайлы хабарлап, өз орындарына баруды бұйырады. Ки-хун өз адамдарына жарық өшкенде қарсылас топ өздеріне шабуыл жасайтынын айтады. Жүргізуші бірінші болып шабуылдауды ұсынады. Көбі қолдағанымен Ки-хун бұлай жасауға болмайтын алға тартады. Ол ойынды ұйымдастырушылардың қалауымен жүрмей, өздеріне тікелей қарсы шықпақшы. Солай олар жоспар құрады. Бұл жалғыз мүмкіндікті жіберуге болмайды. Жарық өшкенде адамдар төсек астына жасырынуы керек. Жарық сөнді. Қарсы топ жемтігіне ұмтылған хайуандай тап береді. Ойыншылар бір-бірін аямауда. Бұл сәтте Ки-хунның шамамен 10 адамнан тұратын тобы ештеңкеге қарамай жасырынып жатады. Демек олар жақтастарын құрбан етуде, бірақ басқа шара жоқ. Вы предлагаете пожертвовать кем-то ради всеобщего блага? Если мы упустим этот шанс, то мы пожертвуем гораздо большим. Нужно прямо сейчас остановить игру. Есік сыртында бұйрық күтіп сарбаздар тұр. Уақыт келгенде олар жарықты жағып басып кіреді. Олар төбелесіп жатқандарды тоқтатып, өлгендерді тексере бастайды. Олардың арасында Ки-хунның тобы бар.
Өтірік өліп жатқан олар сарбаздарды өлтіріп қаруларын тартып алады. Барлығы аяқталғаннан кейін Ки-хон қарсы топтағы адамдарды да өлтірткізбейді. Олардың нағыз қарсыластары бетперде киген ойын ұйымдастырушылары. Ғимарат ішінде дабыл қосылып барлық сарбаздар жиналуда. Ойыншылар болса бір сарбазды тұтқынға түсіріп, біраз қару жинап алған. Ки-хон қарсы шыққысы келетіндерді өз жанына шақырады. Оларға жүйеге қарсы шығудан қорықпайтын жүрек жұтқан адамдар қосылады. Барлығы дерлік ойынды тоқтатқысы келетіндер. Олар тұтқын сарбаздың бастауымен қарсылық операциясын бастайды. Баспалдақ маңында атыс басталады. Қырғын кезінде батырмын деп кеудесін соғып жүргені қанды көріп, өз-өзін жоғалтса, Қыстеке ең мықты жауынгерге айналып шыға келеді. Ки-хон мен досы басқару бөлмесіне кіру үшін бөлініп кетеді. Ал басты топ қолдарынан келгенше қарсылық көрсетіп бағады. Олардың оқтары таусылуда. Ки-хон Инхоға рациямен шығып басқару бөлмесіне көмекке келуін, ал оқты өлген сарбаздардың шалбарының қалтасынан табатындарын айтады. Солай Инхо мен 2 адам көмекке аттанады. Ал оқ дәріге кезінде әскерде болған жігіт кетеді. Көмекке келген Инхо 2 жолдасын ертіп басқа бағыттан жол іздеуге кетеді. Бұрынғы сарбаз оқ дәріні жинап сыртқа шыққан бетте үдеген атыс даусынан қорқып кері қайтады. Қарсылық көрсетіп жатқан сарбаздардың артынан келген Инхоның тобы тұтқиылдан шабуылдамақ болады. Бірақ дәл осы кезде жүргізуші ойыншыларды өлтіріп, Ки-хонға рациямен өзін өлтірген секілді қылып көрсетеді. Қорыққан жолдасына қайта келген Қыстеке оқ дәріні өзі алып шықпақ болғанда, ортақ бөлмеге сарбаздар кіреді. Ол өзі жалғыз қарсы тұруға талпынғанда кемпір тоқтатады. Оқтары таусылған қарсылық топ беріледі. Берілгендерді атып тастайды. Оның бірі ауру қыздың әкесі. Артынша Ки-хон мен досы да беріледі. Осы сәтте бетперде киген хабарлаушы келіп, досын атып тастайды. Бұл кейіпкердің көзсіз батырлығының құны болмақ. Титрдан кейінгі кадрда қалған ойыншылар бірінші ойындағы қуыршақ орналасқан бөлмеге кіреді. Оған қарама қарсы жаңа қуыршақ пайда болған. Осылай 2-ші маусым көп сұрақпен аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.